Сәлем достар, бұл Қонжық каналы. Сіздерді 22 наурыз халқымыздың жаңа жылымен құттықтаймын. Жаңа жыл отбасыларыңызға бақ береке алып келсін. Осыған орай бүгін наурыздың басты тағамы наурыз көжені дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамм жарма, ет, 150 грамм, және де 500 миллиграмм сүт, 1 штук картошка, ет жаңғақ 60 грамм, және фасоль 50 грамм, және ақ бұршақ керек 100 грамм. Ең алдымен тез пісу үшін фасоль мен ақ бұршақты қайнатып аламыз. Ал енді қазанға 7 қасық май құямыз. Келесі етті саламыз. Етimiz kuruk oldu, al енді piyazды қоямыз. Piyazımız kuruk oldu, al енді 3 litr ыстық су қоямыз. Oldu, al енді жарманы саламыз. Жармадан кейін бірден фасоль мен ақ бұршақты саламыз. Ал бұршақтардан кейін картошканы саламыз. Одан кейін ет жаңғақты саламыз. Оны салып болғаннан кейін жақсылап араластырып, оны жарты сағат қайнатамыз. Қайнап жатқан кезде асты жабыспас үшін оны қозғап тұру керек. Отыз минут өтті, ал енді сүтті құямыз. Ал енді сүтті құйғаннан кейін 5 минут қайнату керек. Біздің наурыз көжеміз дайын болды. Мінекей наурыз көжеміз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де осы видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.